Хамстер комбаттың листингі 26 қыркүйек күні болады. Келесі бейнероликта сол жайлы сіздерге толықтай мәлімет беретін боламын. Бүгін сіздерге интернеттен екі ақша табу жолын көрсетемін. Және жақсы жаңалық, осы арнада розыгрыш болмағалы көп болды, сондықтан осы бейнероликта сіздерге айта кетейін, 10 000 теңгеге розыгрыш. Розыгрышқа сәтті қатысу үшін не істеу керектігін бейнероликтің соңында біле аласың, сондықтан бейнероликті соңына дейін көр. Ең бірінші жобаның аты Vortex деп аталады. Бұл жақта бірінші бізге регистрация өту керек. Сілтемесін осы бейнероликтің описаниясын таба аласыздар. Email почтаңызды енгізесіздер, өзіңіздің аты тегіңізді жазасыздар, логин ойлап табасыздар, телефон, одан кейін телеграмдағы никіңізді жазып кетесіз, парольді қайталайсыз, промокод бұл жақта тастап кетесіздер, әйел таңдайсыз, я прочитал деген ползунокты қосасызда, зарегистрироваться деген түймені басасыз. Енді сайттың өзіне кесек, бұл не сайт десеңіздер, бұл инвестиционный проект. Достар, білесіздер, осы уақытқа дейін сіздерге АК-ны көрсеткен болатым, АК-ға кіріңіздер, АК-дан ақша табыңыздар деп. И сол уақытта менімен бірінші болып кірген адамдар табысқа жеткен болатын. Және ол АК проект жабылып қалды, бірақ сол кезде адамдар біраз ақша тапқан болатын. Енді сондай проекті мен ізденісте жүргенмін, бірақ та бір нормальный проект шықпаған болатын. Міне осы уақытқа дейін ізденісте келе жатып, міне осы проектті таптым. Vortex бұл жақта процент кішкене азырақ, бірақ та бұл жақта сенімділік көп, достар. Мониторинг жүргізіп, және де бұл проекттің ашылғанына 2 ай болған, және де әлі уақытқа дейін бұл істеп келе жатыр. Сондықтан неге бұл жаққа кірмеске? Айта кетейін, достар, ақша салу ол өз еркіндігіңізде. Мен сізге таныстыру ретінде көрсетіп жатырмын. Ең бірінші, достар, бұл жақта ақшаны табу үшін сізге бірінші ақша салу керек. Яғни сіз өз ақшаңызды 2 еселейтін боласыз. Плюс тағы да өзінің қосымша жақсы жерлері бар, ол жайлы қазір сіздерге айтып беретін боламын. Бұл жерде минимальный пополнение $50, а $50 теңгелей шаққан кезде 25 000 теңге. Негізі бұл жақта Каспий Голд арқылы құйсаңыздар болады, бірақ та все-таки әңгімесі көбірек, өйткені бұл жақта P2P торговля бір адам арқылы сіздер құятын боласыздар. Сіздерге кеңес беремін. USDT-20 таңдау керексіздер, немесе USDT Web 20. Мысалы, мен USDT-20 құятын болсам, осын далее деп басамын. Введите сумму в криптовалюте, мысалы $100 құяйық дейік, подтвердить пополнение деген түймені басамыз. Және де біз осы адрес кошелекқа $100 жіберу керек. Жібергеннен кейін автоматически сіздің шотыңызға 100 USDT түсетін болады. Оны көру үшін, мысалы, мына менде USDT-20 арқылы құйған болатымын, $200 құйдым, достар. Тіпті сіздер ақша салмайым десеңіздер, мені просто бақылап көрсеңіздер болады. АК-дан кейін, мысалы, бұл проект тоже сәтті бола ма? $200 мен қанша табыс табам, немесе минусқа ұшыраймын, сол жайлы сіз бақылап отыра аласыздар. Шотыңызға ақша түсіргеннен кейін, бірақ та депозитті ашу керек. Ошынаяқта создание депозита деген бөлімге өтеміз. Пакеттің түрі көп, достар. Біріншісі старт, бұл жақта минималь пополнение $50 басталады. Екінші пакет бізде $500 басталады, бірақ та бұл жақта проценті көп, және де күні аз. Одан кейін келесі пакет бізде $2500 тұрады, 0,9%. Және де 98 күнге ғана арналған. Ең бізде қымбаты $25 000. Енді бұны ешкім құймайтын шығар. Давайте сіздерге стартпен таныстыратын болайын, өйткені көбісі осы стартпен бастайды шығар. Ежедневный доход, яғни 0,75% құрайды. Календарных не, яғни 175 күн. Бұл жарты жыл. Мына жерде негізі сіз өз ақшаңызды қайтара алмайсыз дейді, бірақ та служба поддержка жаза отырып, мысалы сіз бір 10 күн или 1 ай жұмыс істеңіз, табысыңыз таптыңыз, енді қалған заморозкада тұрған ақшаңыз, мысалы $100, $200 шығарам десеңіз, служба поддержка жаза отырып, сіз ақшаңызды қайтадан обратно қайтара аласыздар. Мысалы сіздер $100 құйсаңыздар, общий доход $131 жететін болады. Күнделікті сізге дивиденді түсіп отыратын болады. Кошелекті таңдайтын боламыз, $200 таңдаймын, сумманы $200 деп жазамын, және де инвестировать деген түймені басамын. Вы подтверждаете деп сұрап тұр, мен подтверждение жасаймын. Депозит успешно создан дейді. Енді қараңыздар, старт деген біз тарифный планда алдық, USD-20, $200, дата открытия, начисление 175 рет түсетін болады, время начисления. Міне, каждый осы уақыт сайын маған түсіп отыратын болады автоматически. Бір апта, 2 аптадан кіріп, өзім ақшаны шешіп отырсам болады. Сөйтіп 175 күн өтетін болады. Бұл жақтан қалай ақша шешеміз десеңіздер, вывод средств деген бөлімге өтеміз. Одан кейін мысалы 320 арқылы шығарам десеңіздер, өзіңіздің адрес кошелегіңізді енгізесіздер.
Одан кейін сумманы енгізіп создать заявку деген басасыздар. И сіз 72 сағат аралықта ақшаңызды түсіріп беретін болады. Қазір сәтте мен бұны ақшаны шығарып сіздерге көрсете алмаймын, но тағы да бейнеролик шығарып отқан кезде сол кезде сіздерге көрсететін боламын. Бұл жақта достар партнерская программа бар. Партнерская программаның пайызы бұл жақта жоғарырақ, яғни бірінші левелдікі 10%-дан басталады. Одан кейін дальше түсе береді. Бұл жақта сіз салымсыз жолмен таба аласыз. Осылай достар, бұл проектті маған өзі мониторг ретінде қарастырған бойынша өте ұнады. Пакеттер ұзақтау, бірақ та бұл жақта табысқа жетудің пайызы көбірек. Келесі бізде докстан кейін сәтті проект болуы мүмкін. Lost Dogs. Осыған менде сенімділік бар, что бұл жақтан біз тағы да ақша таба аламыз. Бұл жақта не істеу керек? Сіздер күнделікті кіріп голосование жасау керек. Бұл жобаны сізге таныстырып кеткен болатын, ол жайлы осы бейнероликтің толық ақпаратты көріп таныса аласыз. Қазір менде не болып жатқанын көрсеткім келіп тұр, яғни қанша жинаған. Соңғы мені голосованияда мені ұтылып қалған екем, соның арқасында мен тек қана 4-5 WUF монетасын алған болатын. Продолжить дегенді басамын. Так, продолжить, яғни мына жақта бізге айтады: найди средний путь, яғни ортаңғы голосованияны тап дейді. Ну, примерно мен 2-ні деп ойлаймын, символ победы деген осы 2 номерацияны таңдаймын и проголосовать деп 2 бонуспен мен голосование беретін боламын. Мені қазір сәтте 712 WUF монетасы жиналды и профильге кірсем 11 ноткоин жиналды. Яғни бұл копеек, бірақ та осының арқасында біз кішігірім болса табысқа жетеміз. Бұл салымсыз түрде, және де 712 кейін WUF монетаны біз листинг болған кезде уже оны қайтадан долларға ауыстыра аламыз. Докста қалай істедік? Тура сол Lost Dogs'ында тоже осылай істейтін боламыз. Бұған неге сенімділік бар десеңіздер, өйткені бұл Notcoin мен Dogs'тың екеуі бірігесіп осындай проект ашқан болатын. Сондықтан сенімділік бар, және де бұл жақтан да біз ақша табу керекпіз негізі. Енді достар, розыгрыштың условиясы қандай? Яғни 10 теңге сіздерге 1000 теңгеден 10 адамға бөліп беретін боламын. 10 адам 30-қа жететін болады. Сіздерге не істеу керек? Осы Vortex сайтына кіру керексіздер, регистрация менің сілтемем арқылы өту керексіздер. Яғни реферальный сілтеме арқылы өтсеңіздер, менің спискіме ілінетін боласыздар. Сол список бойынша мен 10 адамды сол жақтан таңдаймын и каждый Каспи Голдына сол уақытта 1000 теңгеден жіберетін боламын. Бұл розыгрышты созбаймын, 1 апта или 3 күн ғана күтемін. Оның толық ақпаратты мен Telegram группамда салатын боламын. Сондықтан Telegram группаға және де YouTube арнасына тіркеліп қойыңыздар, өйткені қайтадан розыгрыштарды ақырындап бастайтын боламын. Сұрақтарыңыз болса комментарий жазып кетіңіздер. Сіздермен мен болған Әлібек, келесі көріскенше.